Құрметті әріптестер, бүгін сіздерге зерде байқауына қатысатын жоба қалай болу керек, қалай жазылу керек, әсіресе презентациясы қалай құрылымдалу керек, сол туралы айтып өтетін боламын. Мінекей, бұл республикалық зерттеу жобалар байқауы 2-7 сыныптар арасында оқушылар қатысады. Менің оқушым 5 сыныптан қатысты, қазақ тілі мен әдебиеті деген секция бойынша қатыстық. Осы жерде рәсімделуге байланысты қойылатын талаптарды орындай отырып жұмысты жазып шықтық. Өте керемет жұмыс пайда болды, және презентацияны рәсімдеуге қойылатын талаптар дегенге бүгін тоқталып кетейін деп отырмын. Титул парағынан бастап 6 слайдтан тұратын, мына жақта 6 слайдтан тұратын және шрифттері, қаріп өлшемі және жұмыста не қамтылу керек, соның барлығын сақтай отырып, сіздерге өзіміздің жасаған презентациямызды ұсынбақшымын. Ақбөкен неге киелі деп аталады, жұмысымыздың тақырыбы және орындаушы, жұмыстың жетекшісі деген мәліметтерді келтірдік. Бірінші слайдтың бетіне, сондай-ақ зерттеу жұмысының мақсаты, гипотеза, зерттеу жұмысының жаңалығы деген ақпаратты да қамтып өттік. Және суреттер қатты үлкен болмауы керек. Егер қоятын болсаңыздар, осындай кішірек форматта сурет қоюға болады. Келесі екінші слайдымыз. Бұл енді негізгі бөлім. Бізде жаңа бірінші бетте кіріспе бөлімді қысқаша қамтып кеттік. Енді негізгі бөлім. Негізгі бөлім 3 бөліктен тұрады. Соның біріншісі кең даланың киесі деп аталады. Осы жерде біз Ақбөкенге қатысты ақпаратты аңызбен байланыстыра отырып берді. Аңыздағы шынайы ақпарат деген, яғни дәлелденген ақпараттар. Бұлар қазір бар және осылай болады. Одан кейін негізгі бөліміміздің екінші бөлігі Ақбөкенге кие қайдан дарыған деген тақырыппен алдық, және бұл Ақбөкенге кие қайдан дарыған деген Экософия кітабынан алғанымызды міне дәлел ретінде суретімен қойып, және міне оқушының оқып жатқандығы суреттерін қойып қойдық. Әрине бұлардың бәрі дәлел ретінде қойсаңыз да, қоймасаңыз да болады. Мінекей, негізгі бөлімнің 3-ші тармағы киелі аңның көркем әдебиеттегі бейнесі, және біз сол аңыздан басқа көркем әдебиетімізде қандай авторлардың шығармаларында осы Ақбөкен, кие, бөкен туралы ақпарат бар екенін толықтай қамтып өттік. Әрине мына жерде қысқаша берілген, ал жұмыстың ішінде толықтай қамтылды. Одан кейін практикалық, яғни эксперименттік бөлім бар. Бізде эксперименттік бөлімде оқушы жетекшімен бірге не істеді, соның бәрін айтып өтеді. Қысқаша түрде міне кітапханаға барғандығы, ауылдың кітапханасы, облыстың кітапханасы, ауданның кітапханасы, одан кейін кітаптың авторымен видео қоңырау арқылы сөйлескендігі, және де сауалнама жүргізгендігі. Әрине өзінің ортасынан алады оқушы сауалнаманы, және сол сауалнамалардың нәтижелері. Бұл практикалық бөлім. Бізде зерде жұмысын қорғаған кезде осы практикалық бөлімнің өте жақсы шыққандығын Қазылар Алқасы атап өтті. Яғни практикалық бөлім жақсы жазылған. Енді зерттеу қорытындысы, зерттеу жұмысымыздың нәтижесінен шыққан өніммен таныстырдық. Ол кезде Ақбөкеннің кереметі деген ертегі, және ол ойдан құрастырылған ертегі, сондай-ақ оны суретті кітапшамен осылай 8 беттік кітап қылып шығардық. Және де оның QR кодын жасап, QR кодты кітапшаның артына жабыстырдық. Егер кішкентай оқи алмайтын бала болса, ол QR код арқылы видеосын тыңдауға болады, және де әріп танитын бала оқуына болады. Және қорытынды бөлімде міндетті түрде ұсыныс айтады. Ол ұсыныстардың қысқаша түрде мына жерде қамтып өттік, оны да атап өтті. Және сонымен зерде ғылыми зерттеу жобасына дайындаған жұмыстың презентациясы осымен аяқталады. Яғни презентацияны рәсімдеуге қойылатын талаптардың барлығын сақтай отырып, осылай бір слайдты көп ақпаратпен де, және бір үлкен ақпаратпен де қамтымайсыз. Бәрінің шрифтісі, бәрінің нормасы бар, соларды қатаң сақтау керек. Және де осы 6 беттен асуға болмайды. Әрине 5 бет қылып жасасаңыз да болады. Бірақ біздікі жұмысымыз 6 бетке толықтай сыйды, сондықтан осылай жасадық. Сіздермен де бөлісе кетуді жөн көрдім. Келесі видеомда QR код егер ала алмайтын болсаңыз қалай жасауға болады, сол туралы айтатын боламын. Құрметті әріптестер, парақшама тіркеліп, алдағы шығатын видеоларымды да бақылай жүріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.